Сәлем достар. Бүгінгі тақырыбымыз өте қызық. Ойлап көріңізші, бір-бірімен қырқысып жатқан бытыраңқы тайпалар қалайша аз ғана уақытта Евразияның жартысын билеген ұлы империяға айналды. Міне, осының сырын ашамыз. Иә, сұрақ өте орында, өйткені бәрі біздің дәуірімізге дейінгі 3 ғасырда ұлы даладағы аласапырандан басталды. Ғұн тайпалары, олар бір-бірімен соғысып ішкі алауыздықтан әбден әлсіреген, ал айналасындағы көршілері болса, осыны пайдаланып қыспақ қалып жатты. Шынын айтқанда, бұл нағыз өмір мен бөлімнің ортасындағы күрес еді. Ал енді бірінші бөлімге көшейік. Көшпелдердің бірігуі. Оқиғаның мәнін түсіну үшін алдымен мөдел келгенге дейінгі жағдайды бір қарап шығайық. Ғұндардың басында қандай қауіп тұрды? Неліктен оларға бірігу ауадай қажет болды? Міне, осыған жауап іздейміз. Жағдай шынында да оңай болмады. Ойлап қараңызшы, ғұндар іштен де сырттан да қысым көріп жатты. Бір жағынан өз ішіндегі рулар бір-бірімен жауласса, екінші жағынан сыртқы жаулар анталап тұрды. Мысалы, шығыстағы дунхулар күнден-күнге күшейіп, қауіп төндірді. Ал оңтүстіктегі Алып Қытай, яғни хан әулеті, шекарасын кеңейткісі келді. Қысқасы, ғұндардың алдында екі ақтаңдау қалды. Не бірігеді, не тарих сахнасынан мүлдем жойылып кетеді. Ал енді екінші бөлім. Міне осы тұста, осындай қиын қыстау заманда тарих сахнасына бірегей тұлға шығады. Ол Мөді. Оның келуімен тек ғұндардың ғана емес, бүкіл Евразияның тарихы жаңа бағыт алады. Бізге жеткен Қытай жазбаларынан қарасақ, Мөде біздің дәуірімізге дейінгі 209 жылы Акиса Томаннан кейін таққа отырған. Ол жас болса да туа біткен көшбасшы, керемет стратег болғанға ұқсайды. Ол билікке келе салысымен-ақ уақытты бозға өткізбей бірден іске кіріседі. Бытырап жүрген барлық құн руларының басын қосып, өзін Шанюй, яғни құндардың ұлы билеушісі деп жариялайды. Енді ең қызығына келдік. Жарайда ол тайпаларды біріктірді. Бірақ оларды қалай ұстап тұрды? Империяның іргетасының немен қалады? Мөденің 3 кемеңгер реформасы бар. Біріншіден, әскерді толығымен қайта құрды. Бәрімізге таныс ондық, жүздік, мыңдық, төмендік жүйені енгізді. Бұл дегеніміз темірдей тәртіп. Екіншіден, бүкіл мемлекеттің алмағын орталық, сол қанат және оң қанат деп 3-ке бөлді. Бұл басқаруда оңайлатты. Үшіншіден, осы қанаттарды басқаратын 24 төмен басын тағайындап, бар билікті орталыққа, яғни өз қолына жинады. Бірақ Мөдені тек татал билеуші деп ойлап қалмаңыз. Ол сонымен бірге өте ақылды саясаткер болған. Иә, бар билік оның қолында, бірақ ол ең маңызды мемлекеттік шешімдерді, мысалы соғыс бастау немесе салық жинау сияқты, ру ақсақалдары кеңесімен, яғни халық жиналысымен бірге талқылаған. Бұл не үшін керек болды? Бұл біріншіден көшпелдердің ежелгі дәстүрін сақтау, екіншіден халықтың қолдауын қамтамасыз ету еді. Керемет қадам, солаймыз бе? Енді 3-ші бөлімге өтеміз. Жер мемлекеттің негізі. Дәл осы жерде Мөденің көшбасшы ретіндегі барлық қасиеті, оның көрегендігі мен батылдығы сынға түседі. Бұл тарихта аңыз болып қалған оның дунхулармен арадағы айғылы оқиғасы. Сонымен не болды десеңізші? Ғұндардың бірігіп күше бастағанын көрген шығыстағы дунхулар мазасыздана бастайды. Олар Мөденің мықтылығын, оның қаншалықты батыл екенін сынап көрмек болады. Сөйтіп олар Мөдеге елші жіберіп, алдымен оның ең жақсы көретін, ең жүйрік атын сұрайды. Ал содан кейін одан да асып түсіп, оның ең сұлу әйелін сұрайды. Бұл дегеніңіз ашықтан ашық қорлау, намысқа тию ғой. Ал Мөде не істеді деп ойлайсыз? Мене оның даналығы осы жерде көрінеді. Ол ашуға бұлықпай ақсақалдарын жинап алып кеңеседі де, екі талапты да орындайды. Атын да, әйелін де беріп жібереді. Оның айтқан уәжі мынау: олар менің жеке басымның мүлкі, халқымның тыныштығы үшін садаға. Дунхулар Мөдені қорқақ деп ойлап, 3-ші рет елші жібереді. Бұл жолы олар екі ел арасындағы ешкімге керексіз иесіз жатқан жерді сұрайды. Мене осы талап бәрін өзгертті. Дәл осы кезде Мөденің шынайғы бет бейнесі ашылады. Ол ашуға мініп былай дейді: жер дегеніміз мемлекеттің негізі. Оны қалай береміз? Осы бір ауыз сөзбен ол бүкіл көшпелілер үшін жаңа идеологияны жариялады. Жер ханның жеке меншігі емес, ол халықтікі, мемлекеттікі. Осы сөзді айтты да сол сәтте-ақ атқа қонып, дунхуларға күтпеген жерден шабуыл жасап, оларды тас талқан етіп жеңіп шықты. Сонымен 4-ші бөлімге келдік. Ұлы дала иелері. Дунхуларды жеңу жай ғана бір шайқас емес еді. Бұл жеңгес ғұндардың тағдырын толық мен өзгертті. Олар енді өздерін қорғап қана қоймай, ұлы даланың нағыз иелеріне айналды. Жаңа ұлы империяның тарихы дәл осы жерден басталды.
Донхуларды талқандағаннан кейін Модині ешкім тоқтата алмады. Оның әскері дауылдай есіп, қысқа ғана уақыттың ішінде айналасындағының бәрін жаулап алды. Батыстағы ютшілер мен үйсіндерді бағындырды, солтүстіктегі Саян, Алтай, Енисей тайпаларын қосып алды. Ал оңтүстіктеші? Типте сол кездегі ең қуатты мемлекеттердің бірі Қытайның хан әулетін жеңіп, оларға жыл сайын салық төлетіп қойды. Нәтижесінде не болды? Нәтижесінде Ұлы далада тарихтағы тұңғыш, орталықтанған ірі көшпелі империя құрылды. Мына картаға қарап көріңізші. Империяның аумағы Байкал көлінен Тибет тауларына дейін, Шығыс Түркістаннан Қытайдың Хуанхэ өзеніне дейін созылып жатыр. Бұл дегеніңіз, бүкіл Еуразияда оларға тең келетін күш жоқ деген сөз. Ғұндардың қаншалықты қуатты болғанын тіпті олардың басты жаулары қытайлардың өздері де мойындаған. Қытай жылнамаларында былай деп жазылған: ғұндардың күші сондай, олардың елшісі Шанюйдің мөрімен бір елге барса, сол ел оны келесі елге дейін құрметпен шығарып салып, жол бойы азық түлекпен қамтамасыз ететін. Яғни олардан бәрі қорыққан, бәрі сыйлаған. Ал енді соңғы 5-ші бөлімге келдік. Моденің мұрасы. Жарайды, Моде ұлы империя құрды, бірақ ол тарихта қандай із қалдырды? Оның бізге жеткен мұрасы неде? Ойлап қарасақ, Морінің құрған жүйесі соншалықты мықты болған, ол 3 ғасыр бой өмір сүрді. Әрине, кейін біздің дәуірімізге дейінгі 55-ші жылы ішкі талас тартыстың кесірінен империя екіге бөлініп кетті, бірақ ғұндардың тарихы осымен аяқталған жоқ. Керісінше жаңа кезең басталды. Ғұндардың бір бөлігі батысқа қарай жылжып, бүкіл Европаның тағдырын өзгерткен әйгілі халықтарының ұлы қоныс аударуын бастап берді. Сонымен қорытындылайық. Бұл оқиғаның басты маңызы жекелеген шайқастардағы жеңіс емес. Ең бастысы Мөденің жасап кеткен саяси әскери жүйесі. Оның әскерді ондық жүйеге бөлуі, мемлекетті қанаттарға бөліп басқаруы және әрине жер мемлекеттің негізі деген қағидасы. Осының бәрі кейінгі ғасырларда құрылған барлық ұлы көшпелі империяларға, соның ішінде Шыңғыс хан империясына да үлгі болды. Сонымен бүгінгі әңгімені мынадай бір сұрақпен аяқтағам келептер. Сіз қалай ойлайсыз? Осыдан 2000 жылдан астам уақыт бұрын айтылған Мөденің жер мемлекеттің негізі деген қағидасының бүгінгі біздің заманымыз үшін қандай да бір маңызы бар ма? Осы туралы ойланып көріңіздер. Ал біз осымен аяқтаймыз. Келесі кездескенше.